Балалар ересектерге қарағанда сезімтал болып келеді. Болжамдар бойынша балалар рухтар әлемімен жиі кездеседі. Бұл әртүрлі жолмен көрінуі мүмкін, өйткені олардың сана сезімі әлі толық қалыптаспаған. Сәлем достар, сіздермен Топ Қазақ. Бүгінгі видеода біз сіздерге топ 10 камераға түсіп қалған және балаларға көрінген елестер туралы айтатын боламыз. Сонымен кеттік. Джеймс Парр, осы баланың әкесі. Баласы қабырғада бірдеңені көріп, айқайлай бастағаннан кейін видео түсіре бастаған. Ұзақ уақыт бойы бұл баланың не ойлайтыны әлі күнге дейін белгісіз. Бірақ ол нәрсе айқайлаған сайын қатты толқитын сияқты. Ол жақын жерде тұрған бір нәрседен қорқатындай қабырғадан қашып кетеді. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл не болуы мүмкін? Бәлкім бұл бала өзінің көлеңкесінен қорқып жүрген шығар, белгісіз. Стефани Дженкинс көңілді баласын видеоға түсіре бастайды. Кенеттен баласы көруді қойып, бір нәрседен қорқа бастайды. Кейбір адамдар видеода бір нәрсе ұшып бара жатқанын байқайды, ал біреулер болса бұл шаң тозаң екенін ойлайды. Негізінде баланың ата-анасы жақында қайтыс болған әжесінің рухы екенін айтады. Осы видеоның авторы Сьюзанна отбасын жақсы көреді және ол баласын бір түрлі нәрсе қызықтыратынын байқайды. Баланың қасынан өтіп бара жатқан нәрсеге қара бұрылғанда бала бірден өзгеріп кетеді және үнсіз қалады. Бірақ біз бұл видеоны түсіне алмадық. Сіздер қалай ойлайсыздар? Комментке жазып кетейік. Апалы інілі Инстаграмда промоға кіреді. Сәлден кейін ар жағында есік пен люстра қозғала бастайды. Бірақ олар басында ештеңе естімейді. Тек сәлден кейін барып қана естиді және олар мамалайды. Сіздер қалай ойлайсыздар? Шын ба әлде өтірік пе? Менің ойымша өтірік сияқты. Қыздың анасы баласына неге қорқатынын сұрағанда, баласы үндемейді, бірақ қызы бір нәрсені көретін секілді. Екі жасар қызы бөлмеге кіруге қорқады. Анасы осы кезде видеоға түсіре бастайды және қызы қорқынышпен жан-жағына қарайды. Бірақ анасы неліктен қорқатынын сұрағанда қызы жауап бермейді. Жылдар өткен соң, бала жақсырақ сөйлеп үйренгенде, ол осы бөлмеде тұратын қорқынышты адамды есіне алады. Осы жағдайдан кейін бұл отбасы көшіп кетеді. Және де қазіргі уақытта бұл үйде кім тұратыны әлі күнге дейін белгісіз. Екі мың 13 жыл. Анасы мен қызы кешкі асты ішіп жатыр. Олар атасын үйінің жанына жерлеген. Қызы кенетте бір нәрселерді көретінін айтады. Анасы сол сәтте атасының елесін байқайды. Басында анасы артына бұрылып қараған кезде ештеңе көрінбейді. Сәлден кейін тағы бұрылып қараған кезде атасының елесі көрінеді. Фуре есімді қыз ұлымен үйде жалғыз қалады. Содан кейін көп ұзамай оның баласы Рафаэлла белгісіз біреумен сөйлесе бастайды. Сол сәтте анасы басқа бөлмеде ыдыс жуумен айналысады. Анасы ұлын тексеру үшін оралғанда, оның абдырап қалғанын байқайды. Бірақ анасы не болғанын түсінбейді.
Бұл үйдегі бейне 1995 жылы түсірілген. Бала биік орындықта отырып, анасымен бірге жаңа сөздерді жаттап отырады. Бір кезде Where is бала көзге көрінбейтін заттарға басын бұру арқылы жүре бастайды. Содан кейін ол елес туралы бір нәрселерді болжындай бастайды, бірақ бізге түсініксіз. Бұл бала кенеттен тепе-теңдігін жоғалтып, құлап түседі. Қазір интернетте бұл туралы пікірталастар бар. Бұл бейнеде елес баланы итеріп жіберген, немесе ол өзі құлап кеткен. Әрине балаларға тепе-теңдік сақтау оңай емес. Сондықтан ол өзі құлап кетуі мүмкін. Сіздер қалай ойлайсыздар? Комментке жазып кетеміз. Жалпы әлемде біз білмейтін сырлар өте көп. Оның барлығын біз кейінгі видеоларда айтатын боламыз. Ол үшін сіз біздің каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бүгінге осы. Сау болыңыздар.